Оны енді марафон қандай болады? Енді біздің мына марафон экстремальный тау таспен жүгіреді. Қай жерден? Сол жақта да? Ұлытау Тутұғыры асылды ғой, сол жерден басталады. Иә? Видеосын көрсетші. Өткен жолы марафонның видеосын көрсетті. Жүрдің бе? Сен болдың ба ішінде? Өткізетін ең автор осы жігіт. Автор осы жігіт. Біз енді қасына біз Қарқаралы балалары осындай іс жасап жатқаннан кейін бәріміз қасына жинала кеттік. Осы дүниені жасап жатырмыз қазір. Жалғыз адамның шаны шықпайды дейді ғой. Бәріміз бірге істеп жатырмыз. Бірақ ең бірінші жолды салып кеткен осы өзіңіз сияқты ғарышқа жол салған сияқты бұл жаңағы біздің трейлер марафонға салды. Ыңғай біреу болады. Бастайтын болады. Енді мен қуаныштым. Біздің Қарқаралыдан осында да болды. Біздің азаматтар сондай енді. Сондаймыз, не істейміз дейсіз ғой. Думан деген азаматымыз, міне бүкіл Қарқаралының жаңағы туристік жағынан, спорт жағынан, бүкіл қазір осы кейінде болған, анау шетелде болып жатқан жарыстар, олимпиадаға бәріне барып келді. Жаңа жігіттермен бірге жанкүйер болып. Енді біздің міне ауылдарымыздан, Қарқаралының әрбір ауылынан, жаңа өзіңіз сияқты мықты азаматтар ауылдан шығады деп, ауылдан шыққан мықты азаматтардың бәрін тартып, оның ішіне міне өзіне қаражатын салып жүр, жанын да салып жүр міне. Ол жігітке енді халық батасын береді, Алла жазса енді еңбегі жемісті болсын. 20-шы орын келді. Травмированный аяқпен. Ой жерден. Түнгі жарыс еще, түнгі жарыс. Швейцарияда. Жастарды сүйреп жүр қысы жазы. Спортқа бейімдеп жүр. Өзі жаттықтырушы Қарқаралының жасөспірімдерін, жастарын, балаларын, балғын балаларын бәрін спортқа тартып отыр. Қарқаралыдан бұрын өте көп шығушы еді бала. Содан кейін бір кезде біраз нетіп қалдық. Спорт базалары көтеру керек, да. Әрдайым енді өзіңіз салып кеткен ізіңіз, жолыңыз біз мақтан етеміз. Қайда жүрсек те, барған жерімізді айтамыз. Тоқтар ағаның жерінен, Қазбек бидің жерінен келіп отырмыз. Кеше мен алдым мұны. Қазбек бабамның жатқан жеріне бар, содан кейін сенесін қойдық қой біз. Қабыл болсын. Оны осында не еткенде мен қор жасап, қор жинап, содан кейін Түркістанда соны көтердік. Ол кісіге ескерткіш. Мен ойлайым, бәріміз бабаларымызға сыйынып жүрміз. Қандай жарысқа шықсайды, мен кабинаға, самолеттің кабинасына отырғанда сөйтетінді. Бабаларына сыйынып. Жүрегімізде болу керек. Жүрегімізде біздің рухымыз, біздің құдайымыз жүрегімізде болса, әрбір кісі рухани біраз көтеріп жүрді. Соны ұмытпай кетсе. Ол күш қуат береді. Істеген ісін ыңғай. Енді бастадым ба, оны аяқтау керек. Аяқтамай мен тиіше алма. Оның ішінде біздің Қарқаралының атын шығарасын. Қасиетті жер. Қасиетті жерде енді осындай мықты азаматтар туғат, әрдайым туылып тұрады, келеді, солар жерді, сол қасиетін көтеріп, өз өмірінде көтеріп кетеді. Соны солай болсын. Сендер бізден кейін міне қолдан алып, соны көтеріп жатсыңдар, тәуба өздерінде азаматтар болғанына. Тоқтар аға, енді өзіңіз бір батаңызды беріп жіберсеңіз осы. Бере аламын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Міне жастар келіп өздері менен бата сұрап, ата сен сияқты болғымыз келеді дегеніне мен осы Алла Тағалаға мың рахметімді айтқым келеді. Жігіттерім, айналайын балапандарым, әрдайым өз арларымды жоғалтпаңдар. Өз сөздерінде тұрыңдар. Істеген істеріңіз жемісті болсын. Өздерінің денсаулықтары мықты болып,
осы көпшіліктің сүйікті азаматтары болыңдар. Амин, Аллаху акбар. Дәл осылай біздің Айтқаныңыз марафонымыз басталса жақсы болушы еді. Сіздің батаңызбен. Алла қаласа.